Сәлем достар, хал жағдайларыңыз қалай? Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Кім қай қаладан қарап отыр? Пікірге жаза кетіңіздер. Достар, кеттік, біз бастаймыз. Ар-намыс пен адалдық сынағы. Дәулеттің жұмыстан үйге әрдайым бір уақытта келетін әдеті бар еді. Инвестициялық кеңседегі қарбалас жұмысына қарамастан, ол отбасылық міндеттеріне асқан ұқыптылықпен қарайтын. Ол шаңырақтың беріктігі барлық жетістіктің негізі деп білетін. Ал Райхан оның бұл ықыласына шексіз махаббатпен жауап беретін. 7 жыл отасқан, ерлі-зайыптылардың өмірі өзара құрмет пен жылулыққа толы еді. Райхан үй шаруасын ерекше бір жеңілдікпен атқаратын. Оның биязы мінезі Дәулеттің жұмыстағы шаршауын бір сәтте басып тастайтын. Райханның сұлулығы да ерекше еді. Табиғи, сыпайы әрі көз тартарлық. Бірақ ол мұны ешқашан паңдыққа баламайтын. Дәулет әйеліне толық сенетін, және оның көркі тек сыртқы келбетінде емес, айналасындағы адамдарға деген ізеттілігінде екенін білетін. Бірде Дәулеттің бастығы Аманжол мырза ұйымдастырған салтанатты қабылдауға шақырту келді. Дәулет мұндай кештерді аса ұната бермейтін, бірақ бұл жолғы шақырту жеке жолданған әрі 90-дық табысты тойлауға арналған еді. Бастығы қызметкерлердің отбасымен келгенін қалады. Дәулет бұл туралы Райханға айтқанда, ол қуана келісті. Күтпеген кездесу. Кеш өте жоғары деңгейде өтті. Аманжол мырзаның зәулім үйіне келгенде, Дәулет әйелін әріптестермен таныстырып, оның өміріндегі маңызын мақтанышпен айтып жүрді. Бәрі Райханның биязылығына тәнті болды. Алайда Райхан өзіне қадалған бір суық жанарды байқады. Бар сөресінің жанында шырын ішіп тұрған жас жігіт оған көз алмай қарап тұр еді. Бұл бастықтың 19 жасар ұлы Бахтияр болатын. Ол өте өркөкірек әрі менмен жігіт еді. Дәулет басқарушылардың бірімен сөйлесуге сәл алыстағанда, Бахтияр Райханның жанына жақындады. Мұндай сұлулық мына сұр костюмдердің арасында сирек кездесетін құбылыс екен, деді ол мысқылмен күліп. Райхан сыпайы ғана жымиып, әрі қарай жүре берді. Бірақ Бахтияр қоймай соңынан еріп, оны мақтай бастады. Райхан оған бұрылып, «Мен мұнда жолдасыммен келдім, маған құрметпен қарауыңызды сұраймын», деп кесіп айтты. Бахтияр бұған тек иығын қиқандатып, келемеждей күлді. Кеш соңында Аманжол мырза ерлі-зайыптыларға келіп, Райханның нағыз текті әйел екенін айтып, мақтау сөзін білдірді. Алайда Бахтиярдың қылығынан кейін Райханның көңіліне күдік ұялаған еді. Ол кеш бойы Дәулеттің қасынан ажырамауға тырысты. Үйге қайтар жолда Райхан ішіндегі мазасыздығын тіс жарып айтпады. Ол жанжал шығарудан қорықты, бірақ бұл үнсіздіктің бағасы ауыр болатынын сезбеді. Қудалау мен қорқыту. Келесі күні Райханның әлеуметтік желісіне Бахтияр А деген атпен дос болуға сұраныс түсті. Ол оны бірден өшіріп тастады, бірақ бірнеше сағаттан кейін жаңа хабарлама келді. Бахтияр жаңа парақша ашып, оған жаза бастаған. Басында мақтау сөздер айтқанмен, бара-бара оның сөздері қоқан-лоқыға ұласты. Егер Дәулетке тіс жарсаң, әкеме айтып оны жұмыстан шығартқызам. Саған ешкім сенбейді. Бұл жерде кімнің қожайын екенін ұмытпа. Райхан қорыққаннан Дәулетке ештеңе айта алмады. Ол күйеуінің жұмысына зияны кемесін деді, бірақ Бахтияр мұнымен тоқтамады. Бірде Райхан дүкенде жүргенде, ол алдынан шығып, «Сен бәрібір менікі боласың, дайындала бер», деп суық жымиды. Тіпті Райхан құрбылармен саябақта отырғанда да шындықтың салтанат құруы. Ақыры Райхан бұдан әрі шыдай алмады. Дәулет жұмыстан келгенде ол бәрін жайып салды. Оған Бахтиярдың жазған хабарламаларын, жіберген қоқан-лоқыларын көрсетті. Дәулет үнсіз тыңдады. Оның үнсіздігі кез келген айқайдан да ауыр еді. Келесі күні Дәулет жұмысқа ерте барып, Аманжол мырзаның бөлмесіне кірді. Есікті ішінен құлттап, телефонын бастырына ұстатты. Аманжол мырза хабарламаларды оқыған сайын түсі бұзыла бастады. Дәулет сабырмен, «Мен сізді құрметтеймін, бірақ әйелімді қорлайтын жерде жұмыс істей алмаймын. Ар-намысымды жұмысқа айырбастамаймын. Міне менің жұмыстан кету туралы өтінішім», деді. Аманжол мырза орнынан тұрып, керезеге қарап ұзақ ойланды. Сосын бұрылып, «Дәулет, мен сенің өтінішімді қабылдамаймын. Керісінше, сен сияқты арлы азаматты бағалай алмағаным үшін ұялып тұрмын. Әке ретінде де, басшы ретінде де ұлым үшін кешірім сұраймын», деді. Ол Дәулеттің лауазымын бірден көтеріп, оған үлкен өкілеттілік берді. Содан соң ұлы Бахтиярды кеңсеге шақыртты. Әкесі ұлының барлық еркелігін тиіп, көлігінің кілтін алып қойды. Және Райханнан ресми түрде кешірім сұрауды талап етті.
Бақтияр ақталуға тырысқанмен, әкесі оны тыңдамады. Соңғы шешім. Бірнеше күннен кейін Бақтияр Райханның үйіне келіп, есікті қағып, түсінсек деп айқайлай бастады. Бірақ бұл жолы Райхан қорыққан жоқ. Ол Дәулетке қоңырау шалды. Дәулет Аманжол мырзамен бірге дереу жетіп келді. Аманжол мырза ұлына қарап, көлікке отыр деді де, оны сол жерден алып кетті. Келесі күні Бақтиярдың басқа қаладағы қатаң тәртіптегі әскери мектепке жіберілгені белгілі болды. Ол жерде ақша да, таныс та көмектеспейтін еді. Райхан мен Дәулеттің өмірі қайтадан тынышталды. Бұл оқиға олардың некесін бұзудың орнына оларды одан сайын жақындастыра түсті. Бұл оқиғаның түйіні. Нағыз күш тоқта деп айта білуде. Ар намысты жұмысқа немесе ақшаға айырбастамағанда ғана адам өз бақытын сақтап қала алады.